Бірінші есеп. 240 килограмм жем-шөп жеп, тұяқтылар популяциясы 30 килограмм салмақ қосса, бұл қоректік деңгейдегі энергия ауысудың тиімділігін есепте. Мен сенімдімін қазір сенің басың ауырып отқанына. Бірақ бас ауыртпай-ақ оңай жолмен бұны есептеп алуға болады. Ал енді қараңыздар, экожүйедегі энергияның ауысу тиімділігін мына формула бойынша есептеуге болады. Жалпы жинақталған органикалық заттардың санын желінген органикалық заттарға бөлеміз. Желінген органикалық зат санына бөліп, оны 100-ге көбейтеміз. Жалпы формула осы. Сонда бізде қалай болады? 30-ды 240-қа бөліп, оны 100-ге көбейткен кезде, есептеңіздер өздеріңіз, қанша шығады? 12,5 шығады. Яғни бұл жердегі энергияның ауысу тиімділігі 12,5-ке тең болады. Бұндай есептер сіздерге 9 сыныпта берілген. Сондықтан сол кітапта ары қарай қарап, дұрыстап дайындалсаңыздар болады. Ары қарай кеттік. Келесі. Екінші есеп. Егер қоян 10 килограммдық өсімдік массасын жесе, онда оның өзіндік салмағы 1 килограммға өсуі мүмкін. Түлкі немесе қасқыр, екеуінің біреуі деген сөз. 1 килограммдық қоянды жеп, өз салмағын арттыра алады неше граммға немесе килограммға. Ешқандай да сасудың қажеті жоқ. Бұндай кезде сіздер кәдімгідей пирамида құрастыра салыңыздар. Міне. Пирамида құрастырасыздар. Пирамиданың табанында мен айтқандай, әрқашан не болады? Әрине өсімдік. Өсімдік. Бізге не деп айтты? Өсімдік 10 килограмм деп айтты. 10 килограмм. Өсімдік 10 килограмм. Бұл жерде бізде 10 килограммдық өсімдік массасын жеген түлкі, 10 килограммдық өсімдік массасын жеген бұл жерде не деп тұр? Қоян деп тұр. Қоян. Қоян өз салмағын әрине қанша? 1 ғана килограммға арттыра алады. Өйткені бұл қандай пирамида? Биомассалық пирамида. Бір қоректік тізбектен екінші қоректік тізбекке тек қана 10-нан 1 бөлігі ғана өтеді деп айттық, Және осы қоянды жеген түлкі, балалар қателеспеңіздер, түлкі немесе қасқыр деп тұр. Екеуінің біреуі. Бұл жерде түлкі ғана тұрады, немесе қасқыр тұрады. Енді өздеріңіз логикалық тұрғыдан ойланыңыздар. 10 килограммнан 1 килограммға төмендеді. Демек келесісі неше болады? Мына жерде неше болады? Әрине 100 грамм болады. Тағы бір пирамида құрастырып жіберіп, мына жерден өзіміздің ойша мысаға. Мына жерде бүркіт тұр деп есептейтін болсақ, бүркіт тұр деп. Мысаға, бүркіт. Қараңыздар. Сонда бүркітке тиетін үлес неше? Сонда 100-дің 10-нан 1 бөлігі, сонда оныкі неше болады екен? 10 грамм болады екен. Аспай, саспай, осылай пирамида құрып есептей берсеңіздер болады, балалар. Ал енді үшінші есепке тоқталайық. Менің сіздерге айтатыным, әрқашан айтатыным және қайталаудан жалықпайтыным. Сұрақ берілген кезде мейлі ол есеп болсын, мейлі ол қарапайым сұрақ болсын, аяғына дейін дұрыстап оқып, бізден нақты нені сұрап тұр? Соған дұрыстап жіті назар аударыңыздар. Қараңыздар, енді сұрақты оқимыз. Бірге оқиық. Экологиялық пирамида ережесінің негізінде теңізде салмағы 300 килограмм болатын дельфин өсуі үшін қажет планктон мөлшері, яғни планктонның мөлшерін сұрап тұр. Егер қоректену тізбегінің түрі мынандай болса, дейді. Планктон, демек планктонды жыртқыш емес балық, одан кейін жыртқыш емес балықты жыртқыш балық жейді,
одан кейін ол дельфинге жем болады. Бұл жерде де аспаймыз, саспаймыз, кәдімгі пирамида құрастырамыз. Енді бізде пирамида нешеу болу керек? Мысалға мына жерде қанша болды жаңа? Біреу, екеу, үшеу. Енді бүркітті есептемейміз. Бүркітті мен өзім қостым әдейілеп сіздерге. Мысалға мына жерде нешеу міне? Біреу, планктон, жыртқыш емес балық, екеу, жыртқыш балық, үшеу, дельфин мен төртеу. Демек мен неше сызықсыздан мына жерге төртеу болатындай еді. Міне менде біреу, екеу, үшеу, төртеу мін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді дельфин өсу үшін дейді. Дельфин 300 килограмм. Дельфин мына жерде тұр бізде. Дельфин 300 килограмм. Енді қараңыздар, неге дельфинді мен 3-ге, 2-ге немесе 1-ге қоймадым, я? Өйткені бізде берілген, тыңдаңыздар, я? Планктон, жыртқыш емес балық, жыртқыш балық және дельфин деп тұр. Дельфин 1-ге орналасу мүмкін емес. Дельфинде 2 вариант бар. 1-ге қоямыз немесе 4-ге қоямыз. 1-ге қоя алмаймыз, өйткені 1-ге біз әрқашан нені қою керекпіз? Әрқашан продуцентті, яғни өсімдікпен байланысы бар, өсімдік текті ағзалар, сол өсімдікпен байланысы бар нәрселерді қою керекпіз. Демек, бұл жаққа не орналасады? Планктон. Ал мен осы уақытқа дейін айтып жүргенімдей сіздерге, планктон дегеніміз, яғни фитопланктондарды айтып тұр ғой, бұл жерде бізде мұхиттың экожүйесін беріп тұр. Планктон дегеніміз судың бетінде қалқып жүріп тіршілік ететін, яғни өсімдік текті тірі ағзалар. Планктон, планктоннан кейін планктонды жейтін жыртқыш емес балық, және жыртқыш емес балықты не жейді? Мына жерде мені көріп тұрсыздар, 3 жыртқыш балық. Жыртқыш балық. Және жыртқыш балық өз кезегінде неге жем болады? Дельфинге жем болады. Енді бізден нені сұрап тұр? Экологиялық пирамида ережесінің негізінде салмағы 300 килограмм болатын дельфин өсу үшін қажет планктонның мөлшері. Планктонның мөлшерін сұрап тұр. Демек, мына жерде неше болады деп тұр. Сонда алдыңғы екінші есепке бұл кері есеп. Демек, мына жерде 300 килограмм болса, онда жыртқыш балық қанша болады? Әрине 3000 килограмм болады. Ал жыртқыш емес балық, яғни 10-ға көбейте береміз, е? Неше? 30.000 килограмм болады. Соңында планктонға келген кезде, яғни 30.000-ді тағы да 10-ға көбейткен кезде 300.000 килограмм планктон қажет болады екен. Міне, осыған ұқсас, осы типтес есептер, осы экологиялық пирамидаға байланысты осындай есептер болады. Осындай есептерді оңай шешкін келетін болса, әрі қарай бізбен бірге жұмыс жасауыңды жалғастыра бер.